Не жасап береміз оған? Үй жасап беру керек екен. Жарайсыңдар балалар. Ендеше құстарды атуға болмайды екен. Құстарды атуға болмайды. Біздің ортамызға кім келіп қалды? Қош келдіңдер, кішкентай құстар. Ал кішкентай құстардың ұшып келіп жатыр, не айтады екен, тыңдайық қане. Сүйсектен тоғаймын, ойдала қандай әдебі күн залымда. Биыл қыс ұзақта өте қатты суық болған шақта біздер де кеш келдік. Малаға келмеген деңгейді, өкінген дейсін маладан ыңғайлы үй жоқ еді. Былтыр бұл балабақшаның ауласында біздерге жасалған ұялар бар еді. Ол ұялар жоқ екен. Балалар бізге мекендейтін үй керек. Сендер бізге көмектесесіңдер ме? Ал балалар, сендерден екі кішкентай қыз көмек сұрап жатыр. Үй жасап беріңдерші. Осы балабақшаның ауласында көптеген талдар бар дейді. Оларда бірақ ұя жоқ дейді. Сендер бізге ұя жасап бересіңдер ме? Жасап береміз ба? Көмектесеміз ба? Жарайсыздар. Балалар, екі кішкентай құстың ұя жасамас бұрын экранға кішкене назар салып жіберейік. Оянып, құстар туған мекеніне қайта оралды. Балалар, бізге жылы да қауіпсіз ұя керек. Біздің ұямыз қайда кеткен? Нашым, біздің ұямыз қайда? Енді қайда паналаймыз екен? Балалар, бізге ұя жасап бересіңдер ме? Балалар, сендерге бізге ортамызға екі кішкентай құс келді. Мына жақта сендерден кішкентай құс көмек сұрады, иә? Енді сол құстарға біз ұя жасап көмектесеміз бе? Ұя жасап біздің балабақшамыздың ауласына келіп мекендеуге шақырамыз, иә? Міне мынау ненің ұясы? Мынау не? Құстың ұясы, жарайсыздар. Оны бейбарыс жасап айтып келді. Әдемі қылып құстың ұясын жасап. Мына жерге жем салсақ, құстар келіп. Ал мынау ненің ұясы? Мынау кішкентай бұлбұлдың ұясы екен, иә балалар, иә? Мынау балалар, міне көрдік па? Мынау құрқылтай деген құстың ұясы екен, балалар. Құрқылтай деген құстың ұясын түсіндік па? Құстардың ұясы өте көп. Біз сондықтан да бүгін мынандай құстың ұясын жасаймыз, иә? Кішкентай құстарға жасап көмектесеміз. Балалар, мына жерде бірнеше бөліктер жатыр. Сол бөліктерді құрастырып, міне кішкентай мынандай үйшік шығады. Мынау ненің үйі? Құстардың үйі. Өстіп құрастырып, оны мына жердегі әдемі бояулармен, түрлі түсті бояулармен бояймыз. Түсіндік па? Ал енді балалар, мына жерде біз құстарға не береміз? Жем береміз, дұрыс айтасыңдар. Мынаның ішінде көптеген жемдер араласып кеткен екен. Міне балалар көрдік па? Соны мына түстеріне қарай. Сарыны сары жем сауытқа саламыз. Қоңыр түсті жемді қоңыр жем сауытқа саламыз. Ал жасыл түсті мынандай жемді жем сауытқа салып ажыратамыз балалар, иә? Сөйтіп оны құстарға апарып талға ілеміз. Мына жерге қараймыз. Мынау көк түсті, да тәрелке. Желімді жағамыз. Жақтың ба? Желімді міне жағамыз. Және де сол желімнің үстіне мына жерде міне мындай қағаздар берілген. Көрдік па? Бүйтіп басамыз, көрдік па? Міне басылады. Мына жерде сендерге кішкентай мақталар бар. Мақталардан құстардың жұмыртқасын жасаймыз. Сөйтіп мынаның арасына жапсырамыз. Міне көрдік па балалар? Неше жұмыртқасы жапсырдың? Соны қарайсың. Көрдік па? Алақанымызға міне салып, міне
бөлініп жұмыс жасаймыз. Түсіндік? Секіріп, қарама, секір, шашыла берсін. Ой, жарайсыңдар, секір. Секір, о. Ага. Қапалқайын. Айжан. Сенің ұста. Балалар, мынау не? Құстың ұясы. Я, осы құстың ұясында көптеген құстар қонған екен балалар. Соны қазір құпия құстар бар мына жерде. Соның дауысын ажыратып, қандай құс екенін табамыз ба? Я, ендеше мен сендерге қазір міне ашып көрсетейін. Ал, тыңдаймыз. Апай мені. Қандай құстың дауысы? Апай мені. Қандай құстың дауысы? Қақ деген не ол? Қарға. Қарға қайтып шығады кәне? Қақ дейміз. Міне мынаны ашамыз. Ашсақ не шықты? Не шықты? Қарға. Бас. Ой, жарайсың. Ал. Қандай құс? Ал, я, көгершін, жарайсыңдар балалар. Ой, керемет. Шапалақтаймыз қолдарымызды, шапалақтаймыз. Балалар, бүгін біз не жасадық? Не жасадық? Я, құстың үйін жасадық, дұрыс айтасыңдар. Оны не істедік құстың үйін? Құрастырдық, яғни не істедік? Боядық, дұрыс айтасыңдар. Сәндеп сыртын боядық. Араласып кеткен жемдерді не істедік? Ажыраттық, я? Қорғайған жемдерді ажыраттық. Мына жерде құсқа ұя жасадық, я? Мынау не? Жұмыртқа. Мына жерде неше жұмыртқа бар екен? Санайықшы. Неше жұмыртқа бар екен? 3 жұмыртқа бар екен. Жарайсыңдар. Міне балалар, біз құстарға қамқорлық жасадық па? Құстарды атуға бола ма? Құстарға ұя жасау
Ертіп па? Я, біздің бағана ортамызда екі кішкентай құс болып еді. Біз ол құстарға ұя жасап бердік. Ал кішкентай құстар не айтамыз? Бала рахмет, сендер бізге көп ұялар жасап бердіңдер. Енді біз осы ұзақта мекендейміз. Ой, бәрекелді, жарайсыңдар. Кішкентай құстар сендерге балалар рахмет айтып жатыр. Бізге кішкентай құстар рахмет айтыпты. Соны біз экраннан тамашалайық, балалар, я? Ертең бақша ауласы ерекше тыныш әрі әдемі болды. Анашым, қарашы, біздің жаңа ұямыз. Қандай әдемі, қандай жылы ұя. Рахмет, балалар! Сендер бізге үй сыйладыңдар.